Неге треугольник алған тиімді деп жатырмыз? Қараңыз. Мынау сіз. Астыңызда ұлыңызбен, болмаса қызыңыз, болмаса ұлыңыз үшін үйден өзіңізге 2 кабинет алдыңыз, треугольник дейміз осыны. Бұл 2 кабинетті алғаныңыз үшін компания сізге реферальный, яғни әр шақырған адамға 6000 теңгеден төлейді, 2-ге көбейтсеңіз 12000 теңге. Әр 2 адам сайын бинардан тоже 12000 теңге төленеді. И бізде уровень жабылады, 38450 теңге алдыңыз. Осы 2 адамды шақырып 62450 теңге пайда таптыңыз. Енді қараңыз, бұл жерде сіздің ұлыңыз бен қызыңыздың кабинетіне астына жұмыс жасап кетеді. Бұл кабинеттер, әр кабинет мысалы өзі үшін 2 адамнан шақырып бұл өсіп кетті. Өсті. Енді қараңыз, бұл жерде сіз 3 кабинетпен табыс табасыз, 3 кабинетпен. Мына беттадан бірінші уровеньнан 50-ші уровеньға дейін 0,5% товарообороттан айлық алып отырасыз. Мына екіншісінен де аласыз. Жалпы көрдіңіз бе, 3 кабинетке сізге табыс түседі. Біз басында түсіндіргенде осы треугольникті айтамыз. Айтқаннан сразу ойланбастан көбісі осы треугольникқа тіркеліп жатыр. Өйткені ұлым да, қызым да мен сияқты табыс тапсын деген оймен осындай треугольник алып жатыр. Жалпы бұл жерге сіз тіркелсеңіз, түйілмейсіз. Қалай жұмыс жасасаңыз да сізге бұл жерде табыс бар.